Саба шерфіңіз хайырлы олсын, декабрінің 22-сі Қырымыш халінің 1393 күні студиядамы Веле Мұхтарова шылышам. Бүгін Ахмеджетлі Хизбут Тахрир давасының 5 мабюсіне берілген жезаларының шекей таризалары бақылажақ декабрінің 8-інде Қырымның Ишғал Жеуқары Махкемесі оларына незарет алтында қалдырды. Бұл сефер келешек сене февралінің 11-не қадар яқаланғанлар шекей таризаларына берді. Махкемелер бүгін сатында башылажақтыр. Эмиль Джимадинов, Айдар Салидинов, Рустем Исмаилов, Тимур ве Узир Абдулаевлер бір елдан зейде незарет алтында қалалар. Оларына кечкенсіне октябрь айында яқаладылар, ишғалжелер Сабадан евлерінде тынту кечіріп 5 инсанны яқалағаныды. Олар Русияде сақланған Хизбут Тахрир тәшкілатында иштирак етуде қабатлана бүгінгі отырыш ачық олмасы кереклі қайт олмағанларының келіп, қанунсыз яқыланғанларға қол тұтмаға имканлары бар. Янларында кімлік весиқалары олмақ керек. Бір кішілік наразылықлар давасының соңғы махкемесі бүгін Ахмеджетте олажақ. Бұл ишғалжелерінің Будавада кечерген 75-ші махкеме отырышыдыр. Базар ертесі күнінден башлап олар 74 инсанға умумен 720 рублей меғдарында пара жазасыны берді. Пара жазаларына алғанлар күтлевет едбірлерінің кечіруф қайделерінің бозылмасында қабатлана октябрінің 14-інде инсанлар бір кішілік наразылықларға дегілде евелден тешкіл етілген акцияға шыққан екенлер. Бұндан ғайры язулы шарларының метінлері ве қоланылған қалемлер айны еді деп білдірілі. Қырым татарлар бір кішілік наразылықларға шықып, Бақшысырайда Хизбут Тахрир давасы бойынша октябрінің 11-інде яқаланған 6 қырым татарына қол тұтмаға істеді. Кремльге бойсунған Кефе шайырының махкемесінде бүгін Қырым татар фаали Сулейман Кадыровның давасы бақылажақ. Оны көтлеве хабер васталары ве интернет üzerinden Русияның топрақ бүтінлігіні бозымақ чағыруф япқанында қабатлайлар. Жинайы шачылмасының себебі іжтимай ағларда қалдырған тефсірі олғандар. Соңғы махкеме отырышы екі күневел солып кечті. О беткенінен адвокатлар тақиқат сақты олғанына білдірділер. Бүгінгі махкеме Кефенің греческая 3А адресі бойынша олачақтыр. Среди тех понятых, которые сегодня выступали в качестве свидетелей, я узнал понятых, которые выступали в качестве таковых по делу Николая Семины. То есть, как вы знаете, я был адвокатом Николая Семины, и эти же люди, они были понятыми, случайно оказавшимися возле здания ФСБ. И сегодня они тоже утверждают, что они случайно оказались возле здания ФСБ, и их попросили помочь. То есть, все это вместе, это просто вопиющие факты, какой-то, я не знаю, какой-то подлога. Шымдылық бұл соңғы қаберамызды реферні саба ейіні девам ете. Аты әрелі олыңыз.